Биыл Қарағанды жастары қолдау сенім мүмкіндік атты ұранмен жастар жылында көптеген іс-шаралар мен түрлі жобаларды іске асырмақ ниетте. Аймақтағы жұмысы жастардың үлесі 0,4%-ға кеміп, 7000 адамды құраған. Бұл көрсеткіштің өзін барынша жою мақсатында жұмыспен қамту орталықтары сауда нүктелерінде, адам көп жүретін орындарда жұмысын бастаған. Жыл сайын өңірімізде 15 мың студенттің оқуды тәмамдайтынын ескерсек, 75% басқарма арқылы қызметке орналасатын көрінеді. Облыста 600-ден астам мәдени сауық орталықтары, 115 аула клубтары, 2000-нан астам спорттық кешенді жұмыстар жасайды. Сонымен қатар жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар, студенттік жатақханалар әлеуметтік тұрғын үй бой көтеруде. Жастарды мерзімді жұмыспен қамту мақсатында Жасыл ел жасағына 1500 жас еңбекпен қамтылған, ал село кәсіпкерлігін жетілдіру жолында соңғы 13 жылда 43 миллион теңгенің 178 гранты табысталған. Алдағы уақытта 250 адамды жастар тәжірибесі арқылы оқытып, қаржылай қолдау жоспары тұр. Дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы шалғайдағы селоларда жас мамандармен толығуда. Былтырғы жылы 338 жас білім, денсаулық, агросалада қызмет етуге округтық елді мекендерге барыпты. Облыста 2017-2019 жылдарға арналған жетім және ата-анасыз қамқорлығынсыз қалған балалар тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша, жастарды әлеуметтік қолдау жетілдіру бойынша кешенді жоспарлар орындалуда. Жасыл ел дипломмен ауылға жастар тәжірибесі серпін 2050 жобалары бүгінгі таңда Қарағанды облысында табысты жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда жастар саясат саласында 600 миллион теңге қаражат бөлінді. Қазіргі уақытта аймағымыздың әрбір 5-ші азаматы жас болса, олар облыс халқының 21%-ын құрап отыр. Баспана мәселесінің де жастар үшін маңызы зор. Осы мақсаттағы кешенді жоспар аясында 150 пәтер берілген. Ал 2 жылда 21 мың жастың еңбекпен қамтылғанын ескерсек, мемлекеттің әрбір бағдарламасынан жастардың қалыс қалып жатпағанын аңғаруға болады. Жастар жылының ұраны бұл қолдау, сенім, мүмкіндік. Себебі әрбір жасқа біз ең бірінші мемлекет тарапынан қолдау көрсетуіміз керек. Ол қолдау жастардың бойына үлкен сенім туғызады. Бұл сенім мен қолдау оларға үлкен мүмкіндік береді. Ертең олардың тұлға болып, азамат болып қалыптасуына. Баспасөз отырысында Мирас Құттыбай жастар жылы өңірде 140-тан астам әлеуметтік маңызы бар шаралардың өтетінін мәлімдеді. Сондай-ақ коворкинг орталықтардың саны артқан. Аймағымызда жастар сарайының ашылуы биылғы жылдың еншісінде. Мақсат Бисенаев, Қайрат Әлиев, Зарина Зұлпыхар, Сарыарқа телеарнасы.